Жастар 10 күндігіне облысымыздың түпкір-түпкірінен келген түрлі мамандық иелері қатысты. Олардың арасында Асқар Сегізбаев бар. Жас жігіт Қостанай қаласындағы ерекше білім беруді қажет ететін балаларға арналған мектепте тарих пәні мұғалім болып жұмыс істейді. Бұл 10 күндікке Асқар достарымен баскетбол жарысына қатысқан. Асқар командаластарымен ең үздік ойын көрсетіп, чемпион атанды. Работаю учителем. Мен және менің достарым былайша айтқанда баскетбол жанкүйерлеріміз. Кейде жаттығу үшін емес, жай бой жазып қайту үшін жиналамыз. Байқау болатын білген соң өз командамызды жинап, өтінім беріп қатысуды жөн көрдік. Жарысқа түрлі саладан келген жастар қатысты. Дода қызықты әрі тартысты өтті деп айта аламын. Тағы бір жеңімпаз КСК клубының футбол командасы. Оның ойыншысы Даниил Цой 18 жыл бойы футбол ойнап, көп жылдар бойы кәсіпқой спортта болған. Оның командасы үшін жарыстарға қатысу әдетке айналған. Бірақ әрбір матч бәрібір ерекше толқуға келеді. Сам турнир прошел очень положительно. Біздің жетекшіміз бұл шараның өтіп жатқаны жайында хабарлады, және біз қатысуға шешім қабылдадық. Турнир жақсы өтті. Салават, Трудный, Строй Элит Дом және тағы да басқа секілді мықты командалар болды. Турнир көптеген жағымды эмоцияларды қалдырды. Ең бастысы біз жеңіске жеттік. 10 күндікте спорттық сауықтыру шаралары, караоке кештері, волонтерлік іс-шаралар мен сонымен қатар түрлі жобаларға шағын гранттар берілді. Конкретно выделить одно мероприятие сложно. Бір іс-шараны ерекше атап өту қиын, өйткені барлық іс-шаралар өте қызықты болды. Бірақ жеке өзіме караоке көші қатты ұнады. Себебі жанымыздан өткен әр адам қала орталығында тоқтап, бізбен бірге караокеде ән шырқады. Сондай-ақ мини-футбол турнирі өте жақсы әсерлі болды, өйткені 32 команда болды. 10 күндік 12 тамыз күні халықаралық жастар күнінде аяқталып, барлық жарыстардың қорытындысы шығарылды. Жеңімпаздар медальдармен, кубоктармен, мақтау қағаздармен және естелік сыйлықтармен марапатталды. Олжас Есенжігітов, Дәуіт Байғоныс, Сайлау телеарнасы.